Жетім қозы жұма намазы оқылғалы тұрғанбыз. Оң жағымдағы қарияның оң жағында бір кісілік орын бос қалған болатын. Қария парызды оқуға тұрған кезде артына қарады да бос жердің тұсындағы 14-15 жасар балаға: "Сапты толтыра ғой балам, кел енді" деді. Бала орнынан қозғалғысы келмей, жалынышты үнмен: "Осы жерде оқығым келіп тұр ата, басқа біреу өтшінші" деді. Оның сөзіне ашуланған қария бала тұрған жасыл кілемді көрсетіп тұрып: "Не болды, ол жер жұмсақ деп келмей тұрсың ба?" деді де тағы да ашу шақырып: "Жетім қозы секілді сызыла бермей келсеңші енді." Намаз оқып болған соң әлгі қарияға: "Жұмаңыз қабыл болсын" деп дұға тіледім. Артында тұрған бала да оған ерекше құрмет көрсетіп, екі қолындап қолын алды. Оның бұл әрекетін көргенде қария айтқан сөздеріне қатты өкініп, баланың басынан сипап тұрып: "Саған жетім қозы дегенім үшін кешірім сұраймын балам. Ашумен аузымнан қалай шығып кеткенін байқамай қалдым" деді. Сол кезде баланың көзіне жас үйірілді. Басын жерге қаратып тұрып: "Сіздің сөзіңіз орынды" деді ата. "Анам дүниеден өткенде сол кілемге орап ақтық сапарға шығарып салған болатын. Мен сол жерде сәждеге жығылғанда, мені анам құшағына алғандай күй кешкендей боламын. Анамның құшағын сағынғанда, мешітке келіп, осы кілемде тұрып намаз оқимын" деді жас бала.